Мына талдарды көп өліп қалған ғой. Қанша екен білмеймін енді. Көп өліп қалған. Қараңыздар. Ассалаумағалейкум, қазақ елім. Мен телефоным жоғалып қалып, енді мен интернетте жоқ, просто жай жүріп жатырмын. Табылса табылады, табылмаса табылмайды. Мына теректер біреуі де тал жоқ. Неге екен? Сол үшін ғой мына екеуден не көрек, екеуден. Біреу өліп қалса, екіншісі шығады. Аман табылайық. Еліміз аман жазымыз ашық болсын. 87-47 658-3101 соғып қараңыздаршы. Мен қазір бір сайт Wi-Fi бар үйден жіберіп қараймын барынша. Бүткіл Каспий Голд бәрі андай еді. Өте қиын болды. Енді көрсеңіздер, айтыңыздар, телефонда қойып атсаңыздар. 8-700-463-0731 ол WhatsApp бағана жоғалып кеткен телефон. Ал енді маған соқсаңыздар, телефон табылды деп. 8-7-2-807-0887 және мені сыртқа салыңыздар деп айттым ғой жақында. Сыртқа салмайды ешкім, қараңыздар. Іші пустой тұр мен. Маған қоршау керек ағайындар. Ол қоршалмайтын болса қиын болады. Оста қарашы. Әпесем. Міне. Мына жерде. Бұлай қоршау керек. Сонда керім болады ағайындар. Қоршайық ағайындар. Мына кешегі жаңбыр ойсыратып кетті. Ішіне салмасаңыздар, сиырлар мұндай жетті, далаға қалады. Қараңыздар ағайындар. Маған соқсаңыздар 872-87-0887 телефон табылды десең. Телефон бір машинаға түсіп қалуы мүмкін. Енді ол молда кісі. Сол хабарын айтса өте керім болар еді. Жоғалып кеткен телефон 87-47-658-3101. Рахмет, сау болыңыздар. Мына жерге Құрманғазы ауданы әкімі, мәслихат депутаттар көріп жатса, әрбір жердегі Қазақстан еліндегі Құрманғазы ауданында, Атырау облысында осындай бағанағыдай қоршалған қоқыс жәшіктері керек.